11-ші есеп. Бір тордың қабырғасының ұзындығы 2 сантиметр. Фигураның ауданын табыңыз дейді. Ендеше қарайық, бір қабырғасының ұзындығын тауып алайық. Міне бізде 1, 2, 3. Яғни 3 тор бар. Ал мына жақта 1, 2, 3. Бұл жерде де 3 тор бар. 1, 2, 3. Мұнда да 3 тор бар. Және 1, 2, 3. Мына жақта да 3 тор бар. Және осы торлардың әрқайсысы 2 сантиметрден. Демек, әр қабырғасы 6 сантиметрден болатын шаршы. Ал біз ауданды қалай табу керектігін білеміз. Екі қабырғасын бір-біріне көбейтеміз. 6-ны 6-ға көбейтсек, 36 сантиметр квадрат болады. Демек, нұсқалардың ішіндегі дұрысы С нұсқасы.